Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу ала сейдина Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Барша мадақтар мен мақтаулары әлемдердің Раббысы болған Аллаға салауаттар мен сәлемдер. Ардақты пайғамбарымызға, пайғамбарымыздың барша үмметіне Алла Тағаланың рахметі, мейірімі болсын деп бүгінгі сабақты ары қарата жалғастырамыз. Имам Ал-Ғазалидің Бидаятул Хидая кітабынан өтіп жатқан сабағымыздан біз «Сумма лазимил масджида илал магриби ва илал аср» деген жерге келдік. Жалпы жұма намазын оқып болғаннан кейін, егер уақыт болатын болса, мешітте сол ақшам намазына дейін, немесе екінті намазына дейін отыруға тырысыңыздар дейді. وَكُنْ حَسَنَ الْمُرَاقَبَةِ لِلسَّاعَةِ الشَّرِيفَةِ فَإِنَّهَا مُبْهَمَةٌ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ. Өйткені біз өткен сабақтарымызда айттық, осы жұма күні бір кішкентай бір уақыт бар, кішкентай бір сәт бар дедік. Сол сәт белгісіз негізі, дұға қабыл болатын, ол қай уақыт екендігі. Сондықтан жұма күні сол уақытты іздеуге тырысыңыздар дейді, қандай уақыт болса да. فَعَسَاكَ أَنْ تُدْرِكَهَا وَأَنْتَ خَاشِعٌ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَذَلِّلٌ وَمُتَضَرِّعٌ. Мүмкін Алла Тағала сол уақытты сізге не істейтін шығар, зікір етіп отқан кезде, немесе пайғамбарымызға салауат айтып жатқан кезде, мүмкін Алла Тағала сізге сол уақытқа сәйкес келуі мүмкін. Жұма күні, сондықтан да біз айтамыз, көп салауат айтыңыздар. Жұма күні көп Ықылас сүресін оқыңыздар. Жұма күні көп тәсбих тартыңыздар. Не үшін? Себебі сол уақытқа сіздердің айтқан тәсбихтарыңыз, айтқан дұғаларыңыз, айтқан салауаттарыңыз сәйкес келіп қалса, Алла Тағала дұғаларыңызды қабыл етеді. وَلَا تَحْتُرْ فِي الْجَامِعِ مَجَالِسَ الْحِلَكِ وَلَا مَجَالِسَ الْقُصَصِ بَلْ مَجْلِسَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ فِي خَوْفِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Енді мынаны қараңыздаршы. Жалпы бізде мынандай бір әдет бар. Ол жақсы нәрсе негізі. Бірақ одан да абзал нәрсені кей кезде ұмытып кетеміз. Бізде қазір көбіміз уағыз десе жиналамыз. Мысалы, уағыз болатын болса, тәубе жайында болсын, немесе басқа не бар? Ғайбат жайында, осындай бір ұстаз кепті, уағыз айтады екен десе жиналамыз негізі. Дұрыс, уағызға жиналған жақсы негізі. Бірақ мына нәрсені біліп алыңыздар, уағыз ешқашан адамды дамытпайды. Түсінікті ме? Уағыз дамытпайды. Сіздің мәліметтеріңіз, миларыңыздағы мағлұматтар көбейе береді. Бірақ сіздің іліміңіз сол күйінде тұра береді. Сол 10 жыл бұрын жаттаған сүреңіз 5 сүре еді, сол 5 сүре. Сол 5 жыл бұрын жаттаған сүреңіз 3 сүре ме, сол 3 сүремен тұра бересіз. Болды. Бір орында. Ал сізді дамытатын нәрсе не дейді? Ол мәжлисәл илмин нафия. Ілім дәрістері. Түсінікті ме? Ілім дәрістерінде бір нәрсе жаттауға тура келеді. Мысалы, Құран үйрену курстарына жазылатын болсаңыздар, ол жерде бір нәрсе дұрыстайсыз сіз. Фатиха сүреңізді дұрыстайсыз, тәжвидтің бір қағидаларын жаттайсыз. Мысалы, осындай кітап оқылып жатқан сабақтарға қатысатын болсаңыз, бір дұға үйренесіз ол жерде. Түсінікті ме? Не болмаса бір намаздың үкімдерін үйренесіз. Мүмкін осы уақытқа дейін сол намаздың үкімдерін дұрыс емес жасап жүрген іс-әрекеттеріңізді осындайдан түсініп аласыз. Және одан кейін оны қайталамайтын боласыз. Түсінікті ме? Сондықтан бұл жерде не деді? Мүмкіндіктеріңіз болса, дәріске қатысыңыздар деді. Сіздерді дамытады. Діни жақтан дамытады. Ғибадаттарыңызды дұрыстайды. Ұстап жүрген оразаларыңызды дұрыстайды бұл. وَيَنْقِدُ مِنْ رَغْبَاتِكَ فِي الدُّنْيَا فَكُلَّ عِلْمٍ لَا يَدْعُوكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ فَالْجَهْلُ أَعْوَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. Мынау әрбір ілім, қараңыз, әрбір ілім. Егер сізді жүрегіңіздегі Аллаға деген қорқынышты, ақыретке деген бір уайымды арттырмайтын болса дейді, ол ілім негізі сізге пайдасыз. Түсінікті ме? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде былай деп айтқан: Аллахума инни аузубика мин илмин ла янфа. Я Алла Тағала, мен саған пайда бермейтін ілімнен сыйынам деген.
ол сізге пайда бермейтін ілім сізді тура емес жолға, бұрыс жолға жетелеуі мүмкін. Не болмаса бір нәрсені қараңызшы, білмей жасағаннан, біліп тұрып жасағанның күнәсі ауыр. Және وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعْ وَعَيْنٍ لَا تَدْمَعْ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ. Алла тағала мен саған қорықпайтын жүректен сыйынам деген, өзіңнен. Жас шықпайтын көзден қараңыз. Және тоймайтын нәпсіден, қабыл болмайтын амалдан, Алла тағаланың қасында амалдан, дұғадан сыйынам деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғасында қосып кеткен. Міне, сондықтан бұл мәселеге көңіл бөлу керекпіз. Енді қараңыз. وَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْغُرُوبِ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ وَعِنْدَ. Енді намаз осы жұма күні туралы болып жатыр ғой. Күн шығар сәтте, яғни таң намазынан кейін басталады да, күн шыққанға дейін, күн көтеріліп кеткенге дейін уақыт. Осы уақытта көп дұға етіңіздер дейді. Зікір айтатын уақыт қой, салауат айтатын уақыт бұл пайғамбарымызға. Алланы мадақтайтын уақыт. وَعِنْدَ الزَّوَالِ, күн дәл төбеге келген сәтте. وَعِنْدَ الْغُرُوبِ, күн батып бара жатқан сәтте. Бұл уақыттарда басқа ғибадат жасай алмайсыздар. Намаз оқуға болмайды мысалы, дұрыс па? Енді бірақ сіз Құран оқысаңыз болады осы уақытта. Салауат айтыңыз, Алла тағаланы тасбихтар айтыңыз. Ешқандай бұған не жоқ, кедергі жоқ. وَعِنْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ وَعِنْدَ قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. Мысалы қараңыз. Мынау имам құтпада тұрған кезде дұға жасауға болады деп келеді. Енді бұл жердегі мына нәрсені көңіл бөліңіздер. Негізі имам құтпа оқып тұрған кезде ешқандай іс-әрекет, артық іс-әрекет жасауға болмайды. Сөйлесуіңізге болмайды, телефон шұқылауыңызға болмайды, басқа артық іс-әрекет жасауға болмайды. Бірақ дұға жасау үшін міндетті түрде қолыңызды жайып, аузыңызбен, тіліңізбен айту керек деген сөз жоқ. Отырасыз да құтпаңызды тыңдап жатсыз, жүрекпен дұға жасай беруге болады. Түсінікті ме? Өйткені алдында біз ғалымдардың айтқан сөзін келтірдік қой. Ол кейбір ғалымдардың көзқарасы бойынша жұма намазы, жұма күні дұға қабыл болатын уақыт ол имам минберде мынау құтпа оқып тұрған кезде деп айттық. Енді сол кезде дұға жасағанда адам қалай дұға жасайды? Жүрегіңізбен жасай бересіз, болды. Міндетті түрде дұға жасау үшін қолыңызды жайып, тіліңізбен сол дұғаны айтуыңыз міндетті емес. فَيُوشِكُ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الشَّرِيفَةُ فِي بَعْدِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ. Мүмкін жұма күнгі қараңыз. Жұма күнгі дұға қабыл болатын уақыт осы уақыттардың бірі болуы мүмкін. وَاجْتَهِدْ أَنْ تَتَصَدَّقَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ. Мүмкіндігінше біз әр жұма күні сол садақа беруді әдетке айналдыру керекпіз. Мүмкін сіздің сол садақа беріп жатқан 100 теңге болса да садақа беріп жатқан сәтіңіз, қараңыз, жұмадағы сол қасиетті дұға қабыл болатын уақытқа сәйкес келіп қалуы мүмкін. Әдетке айналдырыңыздар, жұма күні садақа беруді солай. فَتَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالْإِعْتِكَافِ وَالرِّبَاطِ. Мүмкіндігінше жұма күні намаз, нәпіл намаздарды көп оқыңыздар. Ораза ұстауға болады дедік жұма күні. Бірақ қандай тәртіппен? Бейсенбі күнін қосып ұстасаңыздар болады. Немесе кейінгі сенбі күнін қосып ұстасаңыздар болады. Жұма күнін өзін жалғыз ораза ұстауға болмайды. Уәл қираат дейді. Құран оқыңыздар көп. Уәззикир, Алла тағаланы еске алыңыздар. وَجَعَلْ هَذَا الْيَوْمَ مِنَ الْأُسْبُوعِ خَاصَّةً لِآخِرَتِكَ فَعَسَاهُ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةً لِبَاقِيَةِ الْأُسْبُوعِ. Осы 6 күн жақсы, 6 күн жұмыс жасаңыздар дейді. Бірақ 6 күн жұмыс жасаңыздар, бір күнді Алланы мадақтауға ақыретіңізге арнап қойыңызшы. Осы жұма күні Алла тағала қасиетті қылған. Мүмкін Алла тағала сіздің қалған 6 күнде жасай алмай қалған кейбір ғибадаттарыңыздың орнын, кейбір жасап қойған күнәларыңыздың орнын соны осы жұма күнімен толтырып жіберуі мүмкін. Өйткені біз бәр күні осындай көбірек салауат айтып, көбірек зікір айта алмаймыз. Бірақ жұма күні кішкене көбейтіңіздер, Алла тағала сол 6 күннің орнын толтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан да имам Ғазали кітаптарда келтіреді. فإن الله تعالى إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة
би фавадилил а'мал. Алла тағала бір адамды жақсы көретін болса, қараңызшы, бір адамды Алла тағаланың жақсы көргендігінің белгісі осындай қасиетті күндерде қасиетті істермен, сауапты істермен шұғылдандырып қояды екен ол адамды. Қадір түнінде сауапты істермен шұғылдандырып қояды. Осындай жұма күні болатын болса, Алла тағала не істейді? Ол адамды осындай сауапты істермен шұғылдандырып қояды. Құран оқытады, намазын оқытады деген сияқты. Ал керісінше ойлайық. Алла тағала бір адамды, Алла тағаланың бір адам мен Алла тағаланың арасының алыстығының белгісі, ол осындай қасиетті күндерден сол адамды Алла тағала махрұм қылып қояды. Жұма күні келеді, бір себептермен не істемейді, әйтеу бір дүниенің бітпейтін себептерімен жұма күні жұма намазына келмейді. Не болмаса, жұма күні салауаттарын айтпайды, жұма күні құлшылықтармен айналыспайды. Бітпейтін бір тірліктер бар да. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз Алла тағаладан осындай қасиетті күндерде өзінің сүйген істерімен, сүйген амалдармен шұғылдандырып қоюды Алла тағаладан көп сұрау керек біз осы мәселе жөнінде. Әдәбул сиям. Енді біз осы уақытқа дейін көбінесе намаз жөнінде, жұма күндері жөнінде, басқа да ғибадаттар жөнінде айттық. Енді ораза жөнінде көрейік. Жалпы ораза қалай ол? Ораза дегенде біз нені түсіну керекпіз? Бұл әдәп, қараңыз, ең төменгі деңгей деп айтсақ болады. Әдәп деген кезде бұл парызы да, уәжібі де, ішіндегі сүннеттері де, барлығы да қамтылады бұның ішінде. Лә янбағи ан тақтасира ала сауми шәһр рамадана. Бір адам дейді, бір кемел мұсылман тек қана Рамазан айында ғана ораза ұстап болды. Басқа жын-өнекей 11 ай бойы оразаны тастап қою ол дұрыс емес. Тек қана Рамазан айында бір ай ғана ораза ұстаймын, болды, менің мойнымнан міндетім түсті, басқа кезде ораза ұстамайым деу ол дұрыс нәрсе емес. Фәтәтрука тижарата бин науафили ва касбид дәрәжетил алия фил фарадис. Қараңызшы, сіз басқа айларда да дейді, сіз пайда табатын кәсіптер. Бұл жердегі кәсіптерден мақсат нәпіл ғибадаттарды айтып жатыр. Өзіңізге, амал дәптеріңізге пайда қылып түсіретін басқа айларда да ғибадаттар бар. Сізді фирдаус, жәннатына кіргізетін ғибадаттар бар дейді, басқа айларда да. Біз онымен шұғылдану керекпіз. فَتَتَحْسَرَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى مَنَازِلِ الصَّائِمِينَ كَمَا تَنْظُرُ إِلَى الْكَوَاكِبِ الدُّرِّيَّةِ وَهُمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ. Қараңыз, ертең сіз ораза мынау тек қана Рамазан айымен шектеліп жүрсеңіз, ертең ақырет болған кезде анау бейсенбі, дүйсенбі күндердегі ораза ұстап жүргендердің мынау хижр есебі бойынша, мұсылманша жыл есебі бойынша 13, 14, 15 күні ораза ұстап жүргендердің, басқа да нәпіл оразаларды ұстап жүргендердің сіз сауабын көрген кезде ертең дейді. Анау аспандағы жарық жұлдыз сияқты олардың дәрежесі көтеріліп кетеді. Олардың дәрежесі жоғары болады дейді. Сіз соларды көрген кезде ертең өкініште қаласыз. Өзіңіздің қасыңызда жүрген жолдасыңыз ертең неше жүз есе сізден жоғары болып кетуі мүмкін дәрежесі. Не үшін? Жасаған нәпіл ғибадаттар үшін Алла тағала соған сондай дәреже беруі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді. Бұл имам Табаранидың өзінің хадистер жинағында келеді. Инна фил джаннати бабан юқалу лаху духа. Фаиза кана яумал қияма юнади munadin айна аллазина кану юдимуна салата духа. Хаза бабукум фадхулуху. Бұл енді нәпіл ғибадаттардың біз маңыздылығын айтып жатырмыз ғой. Қиямет күні сондай бір есік болады дейді, жәннаттың есігі. Ол жәннаттың есігі духа деп аталады екен. Сол бір періште айғайлайды екен сол кезде. Ей, мынау әр күні духа намазына жалғастырушы адамдар, оқушы адамдар үнемі. Бұл сендердің есіктерің. Осы есіктен кіріңдер дейді да. Демек, парыз намаздарды оқып адам шектелмеу керек. Басқа нәпіл ғибадаттарға да көңіл бөлу керек екен. Міне,
Басқа да пайғамбарымыздың хадистері бар. Фил джаннати бабун юқалу лахул фарах ла ядхулу минху илля муфрихус субьян. Жәннатта қараңыз, бір есік бар дейді. Ол есіктің атын фарах деп атайды екен. Фарах деген қуаныш есігі деген сөз. Бұл есіктен тек қана кішкентай сәбилерді қуандырған адамдар кіреді дейді. Кішкентай сәбилерді қуандырып, соның басынан сипап, соған бір сыйлық жасап, үнемі өзіңіздің балаңызды қуандырып отыратын болсаңыз, Алла Тағала мүмкін соның құрметіне сізге жәннаттан бір есік дайындап қояды дейді. Міне, ғалымдарымыз айтқан, біз хасилул кәлам дейді. Біз 90 ауыз сөздің тобықтай түйін айтатын болсақ, мынау жәннатта негізі әр адамның жасаған ғибадатына қарата соған сәйкес неше жүздеген есіктер болуы мүмкін. Бір адамның садақаның есігі, бір адамға зекеттің есігі, бір адамға басқа не? Мысалы, бір жетімге көмектескен, бір адам мына жақта салауат айтқан болуы мүмкін пайғамбарымызға, бір адам Алла Тағаланы көп зікір еткен болуы мүмкін. Әрбіреуінің өзінің есіктері болады. Алла Тағала ертең не істейді екен, осының бәрін жасап жүрген адам болатын болса, бүкіл есікті ашып қояды сізге. Қалаған есігіңізден кір дейді. Бірақ соның ішінде адам не істейді екен? Адам соның ішінде амалы. Қайсы амал? Мүмкін сіз салауатты көп айтқан шығарсыз. Мүмкін сіз тәһәжжүд намазын көп оқыған шығарсыз. Қайсы амалыңыз көп, сіз сол есіктен кіруді таңдайды екенсіз ертең. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب في صيامها. Енді қараңыз. Осы Алла Тағаланың сауапты көп беретін, сіздің дәрежеңізді көтеріп қоятын өзі күндері бар. Бұл қайсы күндер? Арафа күні. Арафа күні қажылыққа бармаған болатын болсақ, Арафа күні міндетті түрде ораза ұстау керекпіз. Өйткені және яуму ашура, ашура күні бар. Мұхаррам айының қаншаншы күні бұл? Нешінші күні? 10-шы күні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді. Ашура күні кімдегі ораза ұстайтын болса, өткен бір жылдық күнәсін Алла Тағала кешіреді дейді, кішкентай күнәләрін. Екінші күн кетті. Арафа күні ораза ұстайық, ашура күні ораза ұстайық нәпіл оразаларды. Вәл ашрул уәлу мин зил-хиджа. Зил-хиджа айының, мынау қажылыққа баратын ай бар ғой. Сол қажылыққа баратын айдың алғашқы 10 күнін оразамен өткізген абзал. Вәл ашрул уәлу минал мухаррам. Мухаррам айы бар, мұсылмандар бойынша жыл басы. Осы Мұхаррам айының алғашқы 10 күнін оразастау, 10 күнде оразастау, бұл да қарасаңыз сауапты іс. Демек, нәпіл оразалар көп екен. Тек қана парыз оразалар емес, нәпіл оразалар да көп. Не бар басқа? Ражаб айында бар, Шаабан айында оразастауға болады қарасаңыз. Және де мынау харам айлар бар. Олар қайсылар? Зулқаада айы, Зулхиджа айы, Мұхаррам, Ражаб айлары. Осы айларда көбінесе біз оразамен өткізетін болсақ, Алла Тағала бізге бұл жылдың ішінде қарасаңыз, Алла Тағала бізге молынан сауап жазады. Ал енді айға келетін болсақ, бір айда қайсы күндер ораза ұстаған абзал? Фәәуәл шәһр ва аусатуху ва ахируху. Айдың басында қарасаңыз, айдың басында және ортасында және соңында. Басында бір күн, ортасында бір күн, соңында бір күн. Бұл қайсы есеп бойынша? Бұл хижри есеп бойынша, мұсылманша күнтізбесі бойынша. Түсінікті ме? Басында бір күн, ортасында бір күн, соңында бір күн. Нәпіл ораза ұстауға болады осылай. Бір айда бір рет. Және уәл айямул бийд дейді. Мынау айдың толатын кезі, айдың ортасы мұсылманша жыл есебі бойынша. Сол күні ораза ұстауға болады. Мүмкіндік болса. Олар қайсылар? Әс-салиса ашара, уәр-рабиа ашара, уәл-хамиса ашара. Хижри жыл есебі бойынша, мұсылманша күнтізбесі бойынша 13-і, 14-і, 15-і. Әр айда. Мүмкін басында бір күн, ортасында бір күн, соңында бір күн ұстай алмасаңыз, онда 13-і, 14-і, 15-і ұстаңыз. Әр айдың. Нәпіл ғибадат, нәпіл ораза. Енді бұлар не істейді? Уәмма филусбу, ал енді аптаға келейікші. Айдан көрдік, енді аптаға келейік. Фаяумул иснайн уәл хамис. Әр аптада өзін не істейтін?
ораза ұстайтын 2 күн бар ғой. Қайсы күндер олар? Дүйсенбі және бейсенбі күндері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді. Иннахума яуман ту'раду фихима лa'амал. Ол сондай бір күн дейді, дүйсенбі, бейсенбі күні. Сол күні қараңыз, амалдар көтеріледі дейді. Сіздің жасаған амалдарыңыз көтеріледі. Фаухиббу ан ю'рада амали ва ана саиман. Алланың қасына менің амалдарым жасаған, берген садақам, ұстаған, оқыған намаздарым мен ораза болып тұрған кезде көтерілуін қалаймын дейді да. Яғни Алланың қасына есеп берілуін осы күндері ораза болып тұрған кезде қалаймын дейді. Міне, сондықтан бұл күндері мүмкін болса оразаны тастамайық. Және мынандай бір нәрсе бар, бұл ораза, нәпіл оразалардың көп болуының себебі, тағы бір пайдасы адамның нәпсін сындыруға, шахуатын басуға көп пайда береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келгендей. Фатукаффару зунубул усбу'i би саумил итнайн вал хамис. Осы қараңыз, кішкентай сіз күнәлар жасап қоямыз ғой негізі. Біреуді балағаттап қоюымыз мүмкін, біреуді білместікпен ғайбаттап қоюымыз мүмкін. Апта ішіндегі сіздің жасап, біліп-білмей жасап қойған кішкентай күнәларыңыз осы 2 күнмен кешіріліп кетуі мүмкін, ораза ұстайтын болсаңыз. وتكفر ذنوب الشهر باليوم الأول من الشهر واليوم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض. Мысалы, айдағы жасаған сіздің кішкентай күнәларыңыз дейді. Жаңа біз жоғарыда айттық. Басында бір күн, ортасында бір күн, соңында бір күн, немесе 13, 14, 15. Осы күндері сіз ораза ұстайтын болсаңыз, айда жасаған сіздің күнәларыңыз, кішкентай күнәларыңыз кешіріліп кетуі мүмкін дейді. وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة. Ал жылдық адамның жасап қойған күнәлары, сіз осы күндер жоғарыда айтылған оразалар ұстайтын болсаңыз, және Рамазан айында оразасын ұстайтын болсаңыз, осы күнәларды Алла тағала кешіріп жіберуі мүмкін екен. Қараңыз. Демек, ертең ақыретке барған кезде сіздің кейбір жасап қойған күнәларыңыз жоқ, амал дәптеріңіз ақ тұрады. Өйткені сіз не? Осы оразалар ұстау арқылы бір жамандық жасап қойдыңыз, артынан ораза ұстаған кезде сол жақсылық жамандықтың орнын басып кетеді, күнәңіздің. ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط. Енді сіз қараңыз, біз көбінесе ораза ұстаған кезде мынаған ғана көңіл бөлеміз. Сіз ораза ұстаған кезде ораза деген нәрсе тамақтан тыйылу, немесе сусыннан, ішетін сусындардан тыйылу, немесе жыныстық қатынастан тыйылу ғана деп ойламаңыз ешқашан дейді. Ораза ол емес негізі. Ораза ол емес. Фақады қала, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді. Кәм мен саимен ләйсә ләху мен сиямихи илләл жуъ вәл аташ. Қаншалаған ораза ұстаушылар бар дейді. Ол адамдардың ұстаған оразасы тек қана аштық дейді. Тек қана шөл. Басқа ешқандай не жоқ? Оның сауабы жоқ. Бәл, енді қараңыз, енді кемел түрде ораза ұстау қалай болады? Соны баяндайды. Бәл тәмәму сауми би каффил жауарихи куллиха амма якрахухуллаху та'ала. Бәлки де кемел түрде ораза ұстау сауабын көп алам десеңіздер, ораза ұстаған кезде сіз бүкіл дене мүшелеріңізге ораза ұстату керексіз. Бүкіл дене мүшелеріңізге. Тек қана тамақтан тыйылу, судан тыйылу, әйелге жақындасудан тыйылу емес. Бұл жердегі оразадан мақсат. Енді айтады, қараңыз. Осы оразаның сауабын көп алу үшін мына 5 нәрсеге көңіл бөлу керекпіз. Ораза кемел болу үшін адам 5 нәрсеге көңіл бөлу керек. Біріншісі, бәл янбағи ән тахфазыл айна анин назари иләл мәкарих. Біріншісі, сіз көзіңізді қараңыз. Көзіңізді. Алла тағала тыйым салған күнәлі істерден көзіңізді сақтау керексіз. Ораза ұстап жүрген кезде. Немесе басқа кезде де. Яғни ораза ұстап жүрген кезде ғана харам, басқа кезде халал деген сөз жоқ. Ораза ұстап жүрген кезде мүлдем оразаңыздың сауабын кемел алам десеңіз, көзіңізді сақтаңыз күнәлі істерден. Өйткені
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді. Бұл хадисті Әл-Хаким өзінің Мустадрак кітабында келтіреді, үлкен хадис ғалымы. Ән-назару сәхмүн мәсмумүн мен сихами иблис. Қарау дейді көзбен. Алла тағала тыйым салған істерге қарау, бұл іблістің, қалай деп айтсақ болады, ұшына у жаққан, түсінікті, у жаққан садағының жебесі дейді ол. Қарау. Алла тағала тыйым салған істерге қарау. Фәмән тәрәкәху хауфан миналлахи атахуллаху иманан яжиду халауатаху фи қалбихи. Кімдегім Алладан қорқып көзін харамнан тиятын болса, Алла тағала ол адамның жүрегіне иманның дәмін сездіріп қояды дейді. Намазыңызда намаздың дәмін сезесіз. Түсінікті? Ораза ұстаған кезде ғибадатыңыздың дәмін сезесіз кәдімгідей. Хушуқ деген нәрсе, ләззат деген нәрсені сезесіз намазда. Біз көбінесе не үшін? Мысалы, намаз оқимыз, Құран оқимыз, бір жүрегімізде бір қорқыныш жоқ. Құран оқығандай көзімізден бір жас шықпайды Құран оқыған кезде, тозақ, азап аяттар кездескен кезде. Жәннатқа қызықтыратын аяттар келген кезде соған бір қызығушылық болмайды жүрегімізде. Не үшін? Өйткені осындай қараңыз, осындай шайтанның оқтарымен біздің жүрегіміз толып қалғанда иманның дәмін сездірмей жатыр. Біздің Алламен арақатынасымызды күнәләріміз тосып тастаған. Байланыс жоқ. Wi-Fi ұстамай жатыр. Түсінікті, интернет жоқ. Соны ашу керекпіз біз. Түсінікті ме? Тазалау керекпіз арадағы тосып қалған күнәлі істерді. Қалай тазалаймыз? Міне осы сабақтарда айтып жатырмыз оны. Біз осы уақытқа дейін айтып жатқан нәрселердің барлығы не ол? Сол жаңағы Алла тағаламен біздің арамыздағы кедергілерді кетіру. Біреуіміз салауат арқылы кетіреміз, духа намаз арқылы кетіреміз, басқа ғибадаттар арқылы кетіреміз. Сондықтан, міне қараңыз, бір адам егер иманның дәмін сезбей жатса, ол ғибадатта тұрған еш нәрсе жоқ. Намаз, пайғамбарымыз оққан намаз сол, сахабалар оққан намаз сол. Бәрі бірдей. Солар берген садақа, солар ұстаған ораза. Біз ұстап жатырмыз. Бірақ бізде кедергілер көп болып жатыр да, біздің мынау жасап жатқан күнәларымыз кейбір кедергі болып жатыр бізге. Бірінші, көзімізді сақтау керек екенбіз. Екінші, ораза ұстаған кезде жасайтын нәрсеміз ол не? Тілімізді сақтау керекпіз. Көз, негізі бұл қараңызшы, оразаны ашып жіберетін нәрсе емес. Сіз көшеде кетіп бара жаттыңыз, оразасыз, дүйсенбі күні Алла ризалығы үшін деп тақуалығыңызды ұстап кетіп, ораза ұстап алғансыз, көшеде кетіп бара жатсыз, біреуге қарап қойдыңыз. Аузыңыз, оразаңыз ашылмайды сіздің. Бірақ сауабы кетіп жатыр. Түсінікті ме? Сауабы кетіп жатыр. Иә, сауабы жоқ. Сіз 100 сауап алатын жерден 10 сауап алып қалуыңыз мүмкін. Және тіліңізді қараңыз, тіліңізді өзіңізге пайдасыз, дүниеге де және ақыретке де пайдасы жоқ істерден, сөздерден тіліңізді сақтаңыз дейді. Мүмкін біреуді ғайбаттамаңыз, өтірік айтпаңыз, біреуді алдамаңыз. Тілді сақтау керек. Үшіншісі, қараңыз, сіз құлағыңызды Алла тағала харам қылған істерді естуден сақтаңыз. Құлағыңызды. Оразасыз ба? Құлағыңызда ораза болсын сіздің. Өйткені былай деп келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді бұл. Өйткені естуші адам дейді. Қараңыз, бір адам өсиетті жіберіп жатыр, біреуді жамандап жатыр кәдімгідей. Сол айтушыға ортақ болады дейді. Түсінікті ме? Естуші айтушыға ортақ болады. Енді қай уақытта ортақ болмайды, оны біз соңында айтамыз. Ортақ болмайтын жерлер де бар.
Сондықтан құлағыңыз да ораза ұстасын. وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف البطن والفرج. Сондықтан да сіз не істеңіз? Мынау аузыңызды, ішіңізді тамақтан тиясыз ғой. Сол сияқты көзіңізді де тыйыңыз, аузыңызды да тыйыңыз, құлағыңызды да тыйыңыз харам істерден. Фафил хабар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде хабарда келеді дейді. Мынандай деп айтып жатыр хабарда. Хамсун юфаттирна саима. 5 нәрсе оразаның сауабын азайтып жібереді. Оразаны бұзбайды, бірақ сауабын жоғалтады. Бұлар нелер? Әл-кәзибу, өтірік айту. Оразасыз өтірікті жіберіп тұрсыз. Уәл-ғайбату, аузыңыз ораза, өсекті жібересіз азаннан кешке дейін. Уән-намимату, уән-намима деген адамдар арасында сөз тасу. Түсінікті ме? Адамдар арасында бір-бірін ұрыстырып, керістіріп, фитна шығарып сөз тасу. Және уәл-яминул кәзиба, өтірік ант ішесіз. Алланың атымен ант етем дейсіз, бірақ өтірік айтып тұрған сөзіңіз. Және уән-назару би-шахуатин дейді. Бір шариғат дін тыйым салған істерге шахуатпен қарауыңыз. Шахуатпен қарауыңыз деген кезде, ол бірінші қарасаңыз, адам егер Алла Тағала харам қылған істерге, харам қылған адамдарға, әурет жерлеріне адамдардың, егер сіз бірінші рет көзіңіз түсіп кетті, еш нәрсе болмайды, бірақ екінші рет қарайтын болсаңыз, ол сізге күнә болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондықтан да хадисінде келтіреді: иннама сауму джуннатун. Ораза деген нәрсе джунна деді, викая деді. Викая деген қорған деген сөз. Алланың азабынан адамды қорғап тұратын нәрсе. Фаиза кана хадукум, егер сендердің біреулерің саиман, ораза болсаңдар, ораза ұстап жүрген болсаңыздар, фала ярфус деді. Сөздеріңізде жаман сөздерді тыйыңыздар, балағат сөз айтпаңыздар, біреудің әкесінен, біреудің шешесінен боқтамаңыздар ораза ұстап жүрген кезде. Вала яфсуқ деген сөз, мынау шариғат тыйым салған, шариғаттың шеңберінен шығып кетпеңіздер кез келген істе. Вала яджхал деген сөз, ла яфал фиалал джухал. Мысалы, біреудің үстінен күлесіз, біреуді мазақтайсыз, біреуді келеке қыласыз. Шариғаттан алыс адамдардың тірлігін жасамаңыздар дейді ораза ұстап жүрген кезде. Фа инна муруун қаталаху ау шатамаху фальяқул инни саиман. Егер біреу сізбен ұрысқысы келсе, керіскісі келсе, не істейсіз сіз? Биқалбихи ин кана сиямуху нафлан. Ораза ұстап жүрген болатын болсаңыз, өз-өзіңіз не істейсіз? Тоқтатасыз. Мен оразамын ғой, оразамның сауабын жоғалтып алам дейсіз де, Алла үшін ол адаммен керіспейсіз, айғайласпайсыз. Ал енді парыз ораза ұстап жүрген болсаңыз, сыртқа айтуға бола береді. Түсінікті ме? Оразамын ғой деп өз-өзіңізге айтасыз, немесе қарсы алдыңыздағы адамға айтасыз. Өз-өзіңізді тоқтату керексіз. Сауабын жоғалтпаңыз дейді оразаңыздан. Бұл енді суммажтахид төртіншісін айтып жатыр. Төртіншісі, біз жоғары жақта нені айттық біз? Жоғары жақта кемел түрде ораза ұстау үшін мынау 4 нәрсені істеу керекпіз дедік. Соның төртіншісі суммажтахид ан туфтира аля таамин халалин. Азаннан кешке дейін ораза ұстадыңыз ғой сіз. Енді кешке жақын аузыңызды ашар кезде тамағыңызға көңіл бөліңіз, дастарханыңызға. Түсінікті ме? Бұл өте маңызды нәрсе. Адам азаннан кешке дейін ораза ұстайды, бірақ дастарханға қарасаңыз небір күмәнді нәрселер бар. Ол күмәнді кәмпит болуы мүмкін, немесе күмәнді басқа нәрселер болуы мүмкін. Қайдан келгені, қайдан шыққаны белгісіз, оның құрамын білмейсіз. Мынау тамақтан өткен нәрсеге қарау керекпіз біз әрдайым.
Өйткені дейді, қараңызшы, сіз азаннан кешке дейін ораза ұстадыңыз, бірақ кешке жақын ауыз ашқан кезде тамағыңыз харам болатын болса, ол ешқандай пайдасы жоқ. Оны бұл кітапта мынандай деп келтірген: бір адам үлкен бір үй салады дейді да, үй салады жақсылап отырып, бірақ сол үйді салам деп бүкіл қаланы қиратып тастайды дейді да, қараңыз. Түсінікті ме? Бүкіл қаланы бұзып тастайды. Одан ешқандай пайда жоқ қой сіздің. Одан да салмай ақ қойыңыз. Мына жақтан бір үйді саласыз, мына жақтан сіз 10 үйді құлатасыз. Азаннан кешке дейін ораза ұстаймын дейсіз де, бірақ кешке жақын харам аспен аузыңызды ашасыз. Сондықтан бұған көңіл бөліңіздер. Бесіншісі, وَلَا تَسْتَكْثِرْ فَتَزِيدَ عَلَى مَا تَأْكُلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ. Бесінші, бұл нәрсеге біз көңіл бөлу керекпіз. Бұл нәрсе бізде көп кездеседі. Бұл қандай нәрсе? Ол халал тамақ болса да. Ол халал тамақ болса да. وَلَا تَسْتَكْثِرْ مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَالِ وَقْتَ الْإِفْطَارِ. Мынау ауыз ашып жатқан кезде дейді, қараңыз. Ауыз ашып жатқан кезде, немесе таңертең болса да, ауыз бекітер кезде болса да, күнделікті сіз ораза ұстамай жүрген кезде қандай тамақ жейсіз, қаншалықты дәрежеде тамақ жейсіз, көлемде, сол мөлшерде, сол тамақтан асырмаңыз дейді. Түсінікті ме? Өйткені сіз فَلَا فَرْقَ إِذَا اسْتَوْفَيْتَ مَا تَعْتَادُ أَنْ تَأْكُلَهُ دَفْعَتَيْنِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ. Өйткені қараңызшы, сіз күнделікті азаннан кешке дейін жейтін тамағыңызды не істейсіз? Мысалы, кешке дейін жейтін тамағыңызды таңертең жеп аласыз, толтырып отырып. Сосын кешке дейін аш жүресіз де, сосын ауыз ашасыз, анау жатарға дейінгі жейтін тамағыңызды жеп аласыз да. Онда сіздің ешқандай асқазаныңызда не жоқ? Бір демалу жоқ. Онда кәсіру шахуа деген нәрсе жоқ. Яғни сіз нәпсіңізді сындырып, кішкене нәпсіңізді тәрбиелеу деген нәрсе бұл жерде болып жатқан жоқ дейді. Тек қана сіз айырмашылық не? Тамақтың уақытын өзгерттіңіз, болды. Бұрын бөліп жеусейдіңіз, енді қазір 2 уақытқа жинадыңыз да бәрін. Бұдан ешқандай пайда жоқ. Көрдіңіз бе? Бұл жерде көбіміз көңіл бөлмейміз. Ауыз ашар болады, ана жерде енді алдымызға не келсе соны жей береміз де, жей береміз. Тарауық намазында қиналып тұрамыз содан кейін. Сон тарауық намазынан кеп қайтадан жейміз. Таңертең сәресте қайтадан ішеміз. Рамазан айында салмақ қосып жіберуіміз мүмкін. Басқа кезде қоспаған салмақты Рамазан айында қосып алуымыз мүмкін. Бұл нәрсеге көңіл бөлу керекпіз. Вайнамал мақсуд. Қараңызшы. Вайнамал мақсуд. Мақсат бес-сиям. Оразада мақсат не өзі? Кәсіру шахуатик. Адам нәпсін сындыру керек. Шахуатын басу керек. Осы арқылы. وَتَضْعِيفُ قُوَّتِكَ لِتَقْوَ بِهَا عَلَى التَّقْوَى. Мына жерде қараңыз. Сіз енді осы өзіңіздің нәпсіңіздің күшін, қуатын азайтып, Алла Тағалаға деген тақуалығыңызды арттыру. Рамазан айындағы мақсат, ораза ұстаудағы мақсат. فَإِذَا أَكَلْتَ عَشِيَّةً مَا تَدَرَكْتَ بِهِ مَا فَتَكْ دَحْوَةً فَلَا فَائِدَةَ فِي صَوْمِكَ дейді. Егер сіз ауыз ашып жатсыз ғой кешке, ақшам намазынан кейін. Сіз анау азаннан кешке дейінгі қаза кеткеніңіздің бәрін жеп алатын болсаңыз, ешқандай пайда жоқ онда, сіздің ұстап жатқан оразаңыздан. وَقَدْ ثَقُلَتْ عَلَيْكَ مَعِدَتُكَ. Асқазаныңыз керісінше не істеп қалады? Қиналып қалады деп айтып жатыр. وَمَا وِعَاءٌ أَبْغَدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَطْنٍ مُلِئَ مِنْ حَلَالٍ. Бұл кітапта келтіреді. Алла Тағаланың жек көретін істерінің бірі дейді. Ол халал болса да сіздің асқазаныңызды тамақпен толтырып алуыңыз. Түсінікті ме? Орын жоқ ешқандай. Тамақпен толтырып алуыңыз. Бұл харам тамақтарды айтып тұрған жоқ бұл жерде. Алла Тағала рұқсат бермеген. Халал болғанның өзінде. Өйткені не үшін айтады бұны? Оның себебі қараңыз. Оның себебі адам үнемі қарны тоқ жүретін болса, қарны тоқтық, жұмысы жоқтық, аздыраудан баласын деген.
Қарныңыз тоқ болатын болса, адамның шахуаты күшті болады. Нәпсісі қалаған жағын алып кете береді да. Қарныңыз аш болатын болса, сіздің ұйқыңыз да келмейді негізі. Сабақты да жақсы оқисыз. Ал қарын тоқтық кез келген бір, қалай деп айтсақ болады, күнәлі істердің бастауына алып баратын нәрсе. Сондықтан айтып жатыр. Ал енді бұл кітапта келтіреді, егер ораза ұстап жүр, бірақ сіз күндіз ауыр жұмыс жасайсыз, дене жұмысын жасайтын адамсыз, жер қазасыз, бір нәрсе жасайсыз деген сияқты, ол адамдарға ешқандай тыйым жоқ. Қалағаныңызша жей беріңіз. Өйткені сіз күшіңіз сол еңбек арқылы, жұмыс арқылы, дене әрекеттер арқылы ол шығып кетеді. Бұл не? Отыратын адамдар үшін. Көп дене әрекетін жасамайтын адамдар Рамазан айында болсын, басқа кезде болсын, тамақты аз ішу керек. Өйткені ғалымдар айтқан, көп, қараңыз, көп ауру дейді, адам денесіне пайда болатын. Ол асқазан бір тамақты қорытпай тұрып, келесі тамақты ішу деген. Түсінікті ме? Бір рет бір тамақ іштіңіз, оны қорытып болған жоқ әлі асқазан. Сіз барасыз да келесі тамақты оның үстіне ішесіз. Ана жерде бір нәрсе болып кетеді, қарасаңыз. Шамасы келмей жатыр асқазанның. Бұл көптеген ауруға себеп болады деп ғалымдар айтып кеткен. فَإِذَا عَرَفْتَ معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت فإنه أساس العبادة. Жақсы. Біз ораза дегеннің не екенін білдік. Демек, ораза тек қана ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тыйылу емес екен. Оның басқа да мағыналары бар екен оразаның. Онда сіз осы бойынша, осы біз айтқан бойынша ораза ұстауға тырысыңыз дейді. Өйткені ол ораза көптеген ғибадаттарға қараған кезде бір өзгеше бір ғибадат. Ол қалай өзгеше? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді. Қала Аллаху Та'ала, хадис құдысида, күллі хасанетен би ашри ямсалиха иля сабаи биати даифин. Алла Тағала әрбір жақсылыққа адамның ниетіне қарата 10 сауап береді, біреуіне 20 сауап береді, біреуіне 100 сауап береді, кейбіреуін 700 сауапқа дейін көтеруі мүмкін. Алла Тағала бір жақсылықтың. Бұның несі бар екен? Бір шегі бар, қараңыз, шегі бар. 70, 100, 200, 300 деген сияқты. Бірақ илля саума деді. Фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Ораза олай емес. Оразаның сауабын Алла Тағала 10, 100, 70, 600, 700 деп айтқан жоқ. Инна саума илля саума фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Тек қана ораза басқаша дейді да, ол мен үшін ұсталып жатқан ғибадат болғаннан кейін, оның сауабын мен ғана білем деген Алла Тағала. Яғни, оның сауабының көптігі соншалықты бір санға бекітіп қою дұрыс емес оны. Мүмкін 7 миллион болуы мүмкін, мүмкін 7 мың болуы мүмкін. Адамның өзінің ниетіне қарата ала береді Алла Тағала сауабын. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Мынау, мен Алла Тағаланың атымен ант етем дейді. Ораза ұстаушының аузының иісі Алла Тағаланың қасында ол мисіктің иісінен де не деген? Хош иісті деген. Енді бұл жерде ғалымдар айтады. Енді ораза ұстаған адам аузын тазаламай жүру керек деген сөз жоқ. Бұл жерде ғалымдар айтады, қияметте негізі әрбір, қараңыз, әрбір ғибадатты жасаушы адамның бір әдемі иісі болады екен. 5 уақыт намаз оқыған адамның өзіндік бір иісі бар. Басқа не бар? Үнемі садақа беріп жүрген адамның өзіндік бір мисік шығып тұратын әдемі иісі болады дейді. Ал бірақ солардың ішінде ораза ұстаған адамның өн бойынан шығатын қияметтегі иіс, ол өте Алла Тағалаға ұнамды, хош иіс деп ғалымдар бұл хадиске осылайда не берген екен? Тәфсір жасаған екен, түсініктеме берген. Яқулуллаху Та'ала азза мин қаилин иннама язару шахватаху ва таамаху ва шарабаху. Алла Тағала айтады дейді. Ол адам, ораза ұстаушы адамға не үшін Алла Тағала осындай көп сауап беріп жатыр? Өйткені ол адам
нәпсісін не істеді? Алла үшін тастады нәпсісінің қалауын. Әйеліңізге қосыла алмайсыз. Уатаамаху ва шарабаху, қарныңыз ашып тұр, Алла ризалығы үшін жемейсіз. Ва шарабаху, шөл деп тұрсыз, жұмыс істеп жүрсіз, Алла ризалығы үшін не істемейсіз? Ішпейсіз. Мен әжілі, Алла ризалығы үшін. Фассаумули ва ана ажзи бихи деген. Мен үшін болып жатыр ма бәрі? Сауабын мен берем дейді ертең ақыретте. Лил жаннати бабун, пайғамбарымыз хадисінде келтіреді. Лил жаннати бабун юқалу лаху райян ла ядхулуху илля саимун. Жәннатта райян деген есік бар, сол есіктен тек қана ораза ұстаушылар кіреді деген. Енді қараңыз, бұл жерде мынандай бір нәрсе бар да, оразада рия, негізі ораза ұстаушы адам, басқа ғибадатты жасап жатқан адам, сыртынан қарайсыз да бірден қандай ғибадатты жасап жатқанын білесіз. Намаз оқып жатыр ма? Мешітке келіп, білесіз, намаз оқып жатыр. Басқа, мысалы, қолында тәсбиғы бар, аузын жыбырлатып бір нәрсе айтып жатыр. Я салауат айтып жатыр, я Алла тағалаға мадақ айтып жатыр. Кез келген ғибадат. Бірақ бір адамның түрінен қарап, ол адамның ораза екенін білмейсіз да, қашан өзі айтпағанға дейін. Алла ризалығы үшін болып жатыр да, қараңыз. Бұл жерде. Фахадал қадр мин шархи таат якфика мин бидаятил хидая. Енді осы кітапта біз ғибадат бөлігін осы жерге дейін айтсақ жеткілікті. Ғибадатты айтып жатырмыз осы уақытта, осы уақытқа дейін. فإذا احتجت إلى الزكاة والحج إلى مزيد لشرح الصلاة والصيام, егер сіз зекет жөнінде, қажылық жөнінде, немесе ораза, намаз жөнінде және де артығырақ білгіңіз келсе, فاطلبه مما أوردناه في كتابنا إحياء علوم الدين. Осы кітаптың көлемді түрде түсіндірмесі болған Әл-Ихияу Улумуддин деген имам Ғазалидің үлкен кітабы бар. Сол кітаптан қазақшасы да бар. Оқып алуларыңызға болады. Түсінікті ме? Сол кітаптан оқып алуларыңызға болады. Осы жеткілікті бізге ғибадат ретінде. Осы айтқанды жасап алайық дейді. Ал енді біз екінші бөлігін өтеміз. Бұл кітаптың. Бұл қандай бөлік? Әл-Қисму Сәни Әл-Қаулу фи ижтинабил мағаси. Екінші бөлік күнәдан сақтану бөлігі. Түсінікті ме? Адам жалпы күнәдан қалай сақтану керек? Күнәдан сақтанудың қандай жолдары бар? Сол жөнінде сабақтарымыз Алла қаласа келесі аптадағы сабақта жалғастыратын боламыз. Алла тағала баршамызға разы болсын. Амин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Раббана ғфир ли ва ли валидайя ва лил муъминина яума яқумул хисаб бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Алла разы болсын баршамыздан.